Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді әрі тойымды болып келетін тағам пісіретін боламыз. Қайнап тұрған майға туралған етімізді саламыз. Үстіне бияз салып қуырып аламыз. Араластырып тұрамыз күйіп кетпеу үшін. Биязымыз қызарғаннан кейін үстінен су құйып, етіміз піскенше қойып қоямыз. Оған дейін қамырымызды жасап аламыз. Бір жұмыртқаға су құйып, үстіне тұз салып, 1,5 қасық сұйық май құямыз. Араластырып жіберіп ұн саламыз. Қамыр жасаймыз. Барлық ұнды бірден салып жүрмейміз, біртіндеп саламыз. Бізде суымыз да салқын болу керек, достар. Бізде қатты қамыр шығады. Иігі қану үшін басып аламыз да салафанға салып қойып демалдырамыз. Етіміз піскеннен кейін сәбіз салып қуырып аламыз. Картоп саламыз. Бір қасық томат. Әбден араластырып қызартамыз. Дәміне қарай тұз және паприка салдым. Үстіне су құйып, осыдан піскенше енді қойып қоямыз. Қамырымыздың иігі қанып, керемет болып шықты. Енді осыны жаямыз. Осы рецептпен істесеңіздер, қамырыңыз езілмей күшті болып шығады. Өлшемдерін видеоның астына жазып кетемін. Қамырымызды қатты жұп-жұқа қылып жібермеу керек, қатты қалың да болмау керек. Дайын болды. Енді осыны 3 бөлікке бөліп аламыз. Бұл тағамның атын енді мен білмеймін. Кезінде мамамыз кішкентай кезінде пісіргенде өтірік лагман деп пісіретін болатын. Бірақ жасағанда өте дәмді болып шығады. Достар, жасап көріңіздер. Арасына ұн сеуіп ораймыз. Жуандығын 5 пен 7 мм арасында кесеміз, қатты жұқа қылып жүрмеңіздер. Болғаннан кейін бірден қолмен ажыратып аламыз. Барлығын кесіп болғаннан кейін ажыратамыз да қайнап тұрған суға саламыз. Қайнап тұрған суда тек қана бір қайнатамыз, достар, астынан сияқты бір қайнатып аламыз да бірден аламыз.
Бірден ыдысымызға салып аламыз. Бір-біріне жабыспай, езілмей керемет болып шығады. Сосын үстіне подливасын құямыз. Төрт-бес адамға келеді бұл рецептпен. Жасап көріңіздер достар, өте дәмді. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жасап жатсаңыздар ас болсын.